Ол балалардың мен образ жасар барысында продюсермен де, ұлдармен де сөйлесем, көрсетсем, оларға өте ұнаған соң ғана жасайсың киімдерді. Түсінікті. Ал жалпы осы біз көрген қорытынды образдарға олардың қосқан үлесі қандай? Қайсысын дәл солар таңдады? Осылай болған қалаймын деп. Так. Бірінші образды қайтаданға толығымен мен жасадым. Ерболат ағамен сөйлесесің, осылай қай жерін өзгерту керек дегендей. Екінші образды бүкіл киімдерді жинап бәріміз бірге жасаған болатынбыз. Мен айтамын, осылай келема, Эйс көбінесе айтады, маған ұнамайды. Мына жерінді өзгертші, мына жерін басқа киінші, мынаны киінші дегендей. Енді өздерінің басында олар үндемесе, осын кесінде, жарайды дейтін, ал қазірде жоқ, маған ұнамайды, мен анан киім келеді дегендей. Көбінесе Эйзи айтады, Эйзи жазады, так, мен ертең не кием, вышли мне быстро. Ол даже сұрамайды. Сообщение арқылы сұрап алады, не кием, артында не болады, аяғымда не болады. Мен естідім менеджерден, сен маған леопардовый бір нәрсе тігіп жатсың. А мен оған леопардовый емес, басқа бір нәрсе тігіп жатқан болатын. Я такая, что, леопардовый да хочешь? Он говорит, да, леопардовый плащ. Мен содан кейін барып, келесі күні аз күн қалған болатын, бір-екі күн ба до выступлений. Бір күн қалған болатын. Мен барып ткань іздеп, ол леопардовый плащқа ткань іздеп, соны тауып, тез-тез, өзім тез-тез тігіп, сол күні кешке примерка болу керек еді, ал келесі күні уже выступление таңертең. Сол кешке киіндірдік, соның бәрін. Сонда жаңағы леопардовый плащ Эйзидің өзі ұсынысы? Ол леопард өзінікі. Бірақ басында леопардовый балада болған болатын. Леопардовый жаға жасаған болатын, оның киіміне. Оны Эйзи тартып алды. Ондасы. Мен өзім киемін деп. Балаға өзіне қатты ұнамайды, осындай мех сияқты, осындай классикалық жақсы көреді. Я хочу быть брутальным деп. Өзін кішкене баладан өз келе жатыр да, өзім мен хочу кожанка киім келеді, осындай не киім келеді, водолазка, брутальный, дерзкий болғым келеді дегендей. Сондықтан Эйзи тартып, қолымды ұстайын деп. Сол мехпен, жүнмен сол жүрді. Кейбір адамдар сұрайды, қандай животныйды өлтіріп тастаған деп. Қандай жануарды ұстап алған деп қолына сол прикалываться етеді сол. Жалпы осы